Нұрдәулет, қараңызшы, бізде 100% ол сұрақтардың барлығы біріншіден келеді. Соны көзбе-көз жаттап тестілеуге кіресіз, бұйырса шілде айында сол бойынша тапсыратын боласыз. Ол 100% келеді, алла қаласа сол бойынша жаттасаңыз, грантқа түсетін боласыз. Сосын стипендия барлығын алып отырасыз. Сосын сұрағыңыз актуалды, бірақ қараңызшы, егер де тіпті бір сұрағы болсын, келмей қалатын жағдай болса, біз сізге бізге берген ақыңызды біз сізге қайтарып бере аламыз. Біз заң жүзінде жұмыс жасаймыз, договор барлығы бар, бізде 3 жылдан астам жұмыс жасап келе жатырмыз. 3500 студент бізде грантқа түскен болады. Мен сізге договорда қазір-ақ жібере алмаймын сізге. Қой, бір сұрағы келмеді ғой деген мәселеңіз болса, немесе түспей қалған жағдайдың өзінде бізге берген ақыңызды біз сізге уже қайтарып бере аламыз ол жағын. Бәріңе сәлем, менің атым Нұрдәулет. Мен де осы курсты алған болатынмын. Енді өз тәжірибеммен бөліспекшімін. Одан кейін бұл 2 айдың ішінде түсе алмай қалған болсаңыз, магистратураға сіздің ақшаңызды қайтарып береді екен. Сондықтан Грантмастер орталығымен бірге дайындалуға кеңес беремін. Не үшін 120-ға жуық мамандық бар, 100% грантқа түсуге кепілдік береді. Түспей қалсаңыз, бүкіл қаражатыңыз толықтай қайтарылады. Магистратураға түсем десеңіз, онда КТА тестіне былай дайындалмаңыз. Бұлар басынан-ақ айтқан екен ғой, өйстіп. Бұлай дайындалмаңыз деп бар ғой. Біз өзімізге басынан намек тастаған екен ғой. КТА тесттерінде келетін нақты сұрақтар. Біздің орталықта сұрақтардың келу ықтималдылығы 90% құрайды. Грантмастер орталығы егерде магистратураға 100% грантқа түспей қалған жағдайда ақшаңызды толыққанды қайтарып беретін болады. Көріп отырғаныңыздай, курсты алмас бұрын курс өкілдері және көптеген блогерлер грантқа өтпей қалған жағдайда ақшаңызды толық қайтарамыз деген. Ал шын мәнінде солай болды ма? Әрине жоқ. Ең алғаш бұл курс туралы шындықты жариялау 25 шілдеде Курсив жаңалықтар порталында шықты. Мен ол кезде әлі тест тапсырмаған едім. Мен курс өкілдерінен шілденің басында тест центрдегі пробныйдағы сұрақтар келеді деп сұраған кезде, олар біздегі тесттерді тест центрдің өздері бекітті деп ақталды. Менің мамандығым бойынша сұрақтар осылай қарастырылған, барлық жауаптар бірдей. Және де бұл қосымшада скриншот жасау функциясы өшірілген. Мен емтиханнан 65 балл жинадым. Бұл қосымшадан бір сұрақ келмеді. Жарайды. Тап сол сұрақтар емес көзбе-көз жаттайтын. Хотя бы ұқсас сұрақтар болса екен, ұқсас сұрақтар да келген жоқ. Осы курстың сұрақтары емтиханнан келмейтінін білгесін, тест центрден 3 рет пробный сатып алып, талдап өттім. Сол бойынша спецпәннен дайындалдым. Соның арқасында 2 спецпәннен жақсы балл жинадым, 14 және 16. Бұл курстың дым пайдасы болған жоқ, әсіресе ағылшыны. Zoom сабақтарда мұғалім микрофонды өшіріп тастап өзінің білгенін жасап өтті. Ал емтихан кезінде мүлде басқа сұрақтар келді. Грамматика, синоним табу секілді. Қорытындылай келе, өте алмағасын оларға ақшамды қайтарыңыз деп жазғам. Договордағы бұл пунктті оқыңыз деді. Біріншіден, бұл договорға біз қол қойған жоқпыз. Екіншіден, қосымшаларында баг өте көп, ошибка шыға береді. Сұрақтары да дұрыс емес. ChatGPT-мен алып, аударылып, құрастыра салған секілді. Тіпті кейбіреуінің айтуынша бұл 2022 ескі базамен жасалған сұрақтар. Видеоның соңында түйін. Ешқандай блогерлерге 100% сенбеңіздер. Лучше емтиханға тест центрге кіргенде поступающим подготовка к тестированию деген жерде тақырыптар тұрады. Конспектілер, қай пәннен келетін. Сол арқылы кітаптар оқып, немесе статьялар оқысаңыздар, сол көбірек көмектеседі. Себебі емтихан бұл лотерея секілді. Қай сұрақ келетініне 100% сенімді болмайсың. Ал мен бұл грантмастер курсын ешкімге кеңес бермеймін. Сатып алмаңыздар және достарыңызға айтып жүріңіздер. Видео ұнаса лайк басыңыздар. Сау болыңыздар.